Тараз қаласы Бауыржан Момышұлы атындағы номері 45-ші қазақ классикалық гимназиясы дамудың даңғыл жолындағы межелі міндеттерді, ілкімді істер мен жүйелі жұмыстарды үздіксіз жүзеге асырып келеді. Ендеше бар жұмысты бейнелеу арқылы бағамдап, баяндаймыз. Хош, жобаларға жеке-жеке тоқталып, толығырақ тарқатқанды жөн көрдік. Әуелгісі ата-аналар және оқитын мектеп жобасы. Аталған жоба негізінде ата-аналар комитеті гимназиядағы түрлі танымдық шараларға белсене қатысып қана қоймай, ұйымдастыруға да атсалысады. Отбасылық кітап оқу дәстүрін жаңғырту, балалардың шығармашылық қабілеттерін көрсету және дамыту мақсатында ұйымдастырылған үздік оқырман отбасы сайысын тілге тиек етсек болады. Әр жоба өзінің өміршеңдігімен, нәтижелілігімен құнды. Қоғамның сұранысын ескерген ата-аналар комитеті кітапхана қорын жаңа әдеби кітаптармен толықтыру мақсатында сыйлыққа кітап акциясын ұйымдастырды. Ата-аналардың қатысуымен отбасылық кітап оқуды насихаттау, TikTok желісі арқылы оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында кітап бойынша TikTok сайысы да ұйымдастырылды. Біз отбасымызбен оқуға құштар отбасы атты ата-аналар комитетінің ұйымдастырған байқауына қатыстық. Бізге ондай байқаулар ұнайды, берері мол. Байқаусыз да кітап оқуға тырысамыз отбасымызбен. Дегенмен де байқаудың да берері көп екендігін айтқым келеді. Ата-аналар балаларға кәсіби бағдар беру үшін де түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Жоғары сынып білім алушыларына жиналыс өткізіп, кәсіби бағыт-бағдар беру мақсатында қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтармен таныстыру жұмысын жүргізді. Бала қауіпсіздігі басты назарда. Бұл бүгінгі таңда күн тәртібінен түспейтін һәм әрқашан маңызды мәселе болмақ. Балаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін гимназия әкімшілігі оқушы, ата-ана бірлесіп түнгі қала қауіпсіз бала тақырыбында рейдтік шаралар өткізілуде. Ата-аналар балалардың игілігі үшін де шаралары ұйымдастырылуда. Ұлағатты ұрпақ жобасы аясында Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, Лондонда өткен 2012 жылғы Олимпиаданың қола жүлдегері Ақжүрек Таңатаровпен өткен сүбелі сырт сұхбатта атай кетуге болады. Әлеуметтік жобалар бойынша ата-аналар комитеті гимназияда өткізілетін акцияларға, еріктілік шараларына да белсене қатысады. Бракераж комиссиясымен бірлесе отырып, тұрақты түрде асхана жұмысын қадағалайды, ұсыныстар жасайды. Гимназияда белсенді ата-аналар да аз емес. Өткен оқу жылында төтенше жағдай кезінде гимназия ғимаратының шатырын қалыпқа келтірген, гимназия кіші ғимаратының бас бетін жөндеуден өткізген, биылғы оқу жылында медициналық кабинеті күрделі жөндеуден өткізіп, жабдықтаған белсенді ата-аналардың ауыз толтырып айтатын жұмысын айтпай кету мүмкін емес. Ата-аналар мектеп парламентімен үнемі бірге, оқушылардың өзін-өз басқару ұйымының жоспарына сай, оқушылар ата-аналармен интеллектуалдық сайысқа белсене қатысты. Ата-аналар балалардың мәдениет деңгейін арттыру үшін гимназиядағы тәрбие жұмысының нәтижелігінің бір ұшы ата-аналар комитеті тиімді жұмысы, олардың гимназия әкімшілігі ұстаздармен бірлескен әрекетінде екені рас. Сондықтан 5 жылда жаңашыл жоба жұмысын ұйымдастырып келеміз. Ақылды ата-ана, шебер мұғалім, тәрбиелі орта, табысты бала, бала бағдар болашақ жобасын жүзеге асыру, еркін тұлға тәрбиелеу ісінде бала тәрбиесімен айналысатын отбасы, мектеп, қоғам және жұртшылықтың тәрбиесі кіріктіріліп, жүзеге асуын қамтамасыз ете білді. Отбасы орта мектеп жоба аясында ата мектебі, әже мектебі, әке мектебі, ана мектебі бағыттары бойынша бірнеше шаралар жүзеге асырылды. Жоғарыда айтылған жобалар тәрбие тұжырымдамасында көрсетілген толық адам тәрбиелеудегі басты құрал деп түйіндейміз. Тындырымды тірлігіміз, жүйелі жұмысымыз, межелі мақсатымыз өз нәтижесін берге. Бұл болашақтың еншісінде.